Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің әскери полиция органдарының тарихы 1997 жылы 22 сәуірде жоғарғы бас қолбасшымыздың жарлығына сәйкес құқық қорғау органдарының реформалау жүйесі негізінде қалыптасқан. Соның ішінде кинология қызметі 2003 жылы патрульді күзет қызметін атқару құрамында құрылған. Кинология қызметінің негізгі міндеттері жарылғыш заттар, оқ-дәрілер, қару-жарақ және басқа да заңға қайшы келетін заттарды іздестіру, анықтау. Оқу-жаттығу кезінде құқықтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, әскери халықаралық ойындарында қатыстырылу және де әскери объектілерді күзету. Сонымен қатар инженерлік әскерлер құрамында жарылғыш заттарды анықтау және де басқа да құқық қорғау органдарымен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге қатыстырылады.